Сәлем достар, бүгін сіздермен қауынның денсаулыққа пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Сізден подписка и лайк. Қауын өте дәмді, тіл үйіретін жеміс, оның хош иісі аңқып тұрады. Сіздер қауынның піспегенін қалай анықтайсыздар? Төменге комментарий қалдырып кетіңіздер. Қауын құрамында калория өте аз болғандықтан арықтап жүрген жандарға жеуге болады. Қауынның жемісінің құрамында 100 грамм қауында 33 килокалория бар. 4,5-дан 18%-ға дейін қант кездеседі. 0,6% белок, С, ПП витаминдері, каротин, фолат, К дәрумені және магний бар. Олар сүйектің саулығы үшін аса маңызды. Және калий көп болғандықтан ол қан қысымын төмендетеді. Қауын жасұндыққа бай, сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Және лютеин мен зеаксантин аталатын антиоксиданттар бар. Олар көздің саулығын сақтап, көздің көруін жақсартады. Ісіктердің пайда болуынан және жүрек қан тамырларының жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Холестерин мөлшерінің төмендетіп, атеросклероздың дамуына алдын алады. Қауын негізгі ішектің жүйесін жақсы жұмыс жасатады. Бірақ бала емізетін әйелдерге жеуге болмайды. Баланың ас қорыту жүйесін бұзуы мүмкін, іші өтіп кетуі мүмкін. Сіздермен ақпарат бөліскен адам әнт тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.